бастамас бұрын бірінші ребусты шешіп қояйық. Кәні барлығымыз ребусқа назар аударамыз. Нелер берілген? Мынау ненің суреті балалар? Аспан деген. Аспан деген сөз екен. Оның неше әрпін алып тастау керек? Соңғы үш әрпін. Келесі кітап. Кітап деген сөздің қанша әрпін алып тастау керек? Алдыңғы екі. Соңғы бір әрпін алып тастаймыз. Келесі ненің суреті тұр? Нанның суреті тұр. Нан деп жазамыз. Және неше әрпін алып тастаймыз? Соңғы бір әрпін алып тастаймыз. Қандай сөз шықты? Астана деген сөз шықты. Жарайсыңдар балалар. Астана. Келесі ребусқа қараймыз. Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Алманың суреті. Алма деген сөздің ешқандай әрпін алып тастаудың қажеті жоқ екен. Келесі сурет? Таудың суреті тұр. Яғни тау деген сөз жазамыз. Неше әрпін алып тастаймыз? Соңғы екі әрпін аламыз. Келесі ненің суреті? Домбыра ма? Дұрыс айтасың. Қасымхан Тырма деген сөздің неше әрпін алып тастайды екенбіз? Алдыңғы бір әрпін. Дұрыс айтасыңдар. Соңғы үш әрпін. Қандай сөз шықты? Алматы. Бұл сөздер сендерге таныс па? Астана және Алматы деген сөздер. Таныс па? Бұл ненің аттары? Қаланың аттары. Дұрыс айтасыңдар. Алматы және Астана. Астана қаласы қазір басқаша аталады, Нұр-Сұлтан қаласы деп аталады. Олай болса, балалар тақтаға назар аударамыз. Тақтада суреттер берілген, балалар. Бұл нелер? Әсем ғимараттар. Әсем ғимараттар қандай қалаларда орналасқан? Нұр-Сұлтан қаласы және Алматы қаласы. Мына жер сендерге таныс па, балалар? Бұл қай қалада орналасқан? Алматы. Қалай атаймыз? Медеу мұз айдыны. Тамаша, Медеу мұз айдыны екен. Ал мына ғимарат таныс па сендерге? Бәйтерек. Бұл қай қалада орналасқан? Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз бүгін Күләш Ахметованың Астана өлеңімен танысамыз. Олай болса, барлығымыз айтайықшы, Күләш Ахметова деген кісі туралы не білесіңдер, балалар? Күләш Ахметова туралы не білесіңдер? Қасымхан? Күләш Ахметова Қырғызстанда туған. Дұрыс айтасың. Күләш Ахметова Қырғызстанда туған. Айзере? Ақын әрі аудармашы. Өте тамаша. Қазір біз тақтадан көріп тұрмыз, Күләш Ахметова деген кісі міне 1946 жылы 25 сәуірде Қырғызстанда дүниеге келген екен. Және сендер айтқандай, бұл кісі аудармашы әрі ақын екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, балалар, біз қазір осы Астана өлеңін мәнерлеп оқитын боламыз. Мен сендерді үш топқа бөліп қойғанмын. Медеу тобы, Ақбота тобы және Бәйтерек тобы. Медеу тобынан кім мәнерлеп оқып береді екен, кәнки? Ал Айзере бастамыз. Мүлде қарап отырамыз. Астана. Бәйтеректің басына сен шықтың ба, Сарыарқаның фас ауасын жұттың ба, саф ауасын жұттың ба, өзегіңді жарып әппақ бір сезім, өз елінің ұлылығын ұқтың ба, төгеді есіл төлерегі өмірлі ән, өз Астана өз қолымен соғылған, енді қазақ бір-бірінді аяла, түбі бүркеті қасқа шоғырлан. Алатауда қалды жылдар ең асыл, есілдің де жандай ыстық жағасын. Жан даламның Алматы мен Астана, көздерінің ағы менен қарасы. Тамаша, жарайсың Айзере. Келесі Ақбота тобынан кім оқиды? Ажар оқиды.
Бәйтеректің басына сен шықтың ба, Сарыарқаның саф ауасын жұттың ба, өзегіңді жарып аппақ бір сезім, өз еліңнің ұлылығын ұқтың ба. Төгеді есіл төңірегіне өмірлі ән, өз астанаң өз қолыңмен соғылған, енді қазақ бір-біріңді аяла, төбі бірге түп қазыққа шоғырлар. Алатауды қалда жылдар ең асыл, есілдің де жандай ыстық жағасы, жан даламның Алматы мен Астана, көздеріңнің ағы мен қарасы. Тамаша, керемет Айдар. Келесі топ Бәйтерек тобынан кім оқып береді екен? Айсұлуды ғой. Астана, бәйтеректің басына сен шықтың ба, Сарыарқаның саф ауасын жұттың ба, өзегіңді жарып аппақ бір сезім, өз еліңнің ұлылығын ұқтың ба. Төгеді есіл төңірегінде өмірлі ән, өз астанаң өз қолыңмен соғылған, енді қазақ бір-біріңді аяла, төбе бірге түп қазықта шоғырлар. Алатауда қалды жылдар ең асыл, есілдің де жандай ыстық жағасы, жан даламның Алматы мен Астана, көздерінің ағы мен қарасы. Тамаша, керемет. Өте тамаша балалар, жарайсың. Олай болса балалар, айтыңдаршы, өлеңде не туралы айтылған? Астана. Астана және Алматы қаласы туралы айтылған. Осы екі әсем қала туралы айтылған. Олай болса балалар, әр топқа тапсырма беріледі. Яғни шынжыр ойыны арқылы сендер балалар ақынның не айтқысы келгенін мына қағазға түсіресіңдер, жарай ма? Ақынның нақты негізгі идеясы неде болды екен? Қазір анықтап, параққа түсіріп, әр топ өзінің қорғайды. Сонымен жұмысты бірінші болып аяқтаған видео тобына кезекті береміз. Видео тобынан кімдер қорғайды екен? Сезім мен Айгерім қаламын тыңдап отырамыз. Автордың негізгі ойы, өлеңдер көрсетеді. Бастайық. Астана мен Алматы, көздерінің ағы менен қарасы. Жарайсың. Тамаша, отыра ғой. Олай болса балалар айтыңдаршы, Астана мен Нұр-Сұлтан қаласының басты белгілері ретінде қандай сурет салар едіңдер сендер? Сезім. Бәйтерек туралы. Ол қай қаланікі? Қай қаланың ғимараты? Астана қаласындағы ғимарат екен, бәйтеректің суретін салған еді. Ал Алматының басты белгісі ретінде қандай сурет салуға болады? Медеу мұзайына. Медеу мұзайына. Тамаша балалар.